Бұрынғы өткен заманда Лили атты бір қыз тұрмысқа шығып, күйеуі енесі үшеуі бір үйде өмір сүре бастапты. Бірнеше айдан кейін бітпей кеткен келін мен ене арасындағы ұрыс-керістер нәтижесінде әрі өзі үшін, әрі әйелі мен анасының ортасында қалған күйеуі үшін де тұрмыс шыдамсыз бір халге келеді. Бір шара қолдану керек деп ойлаған келін тура әкесінің бұрынғы досы болған емшіге барып дертін айтады. Ол қария адам оған шөптерден бір қоспа дайындайды және оны 3 ай бойы күнде аз-аздан енесінің тамағына қосып отыруды айтады. Уды аз-аздап берсе, осылайша оны келіннің өлтіргені белгілі болмайтын еді. Әлгі кәрі адам келіншекке ешкімнің және күйеуінің де одан күмәнданбауы үшін енесімен өте жылы қарым-қатынаста болуын, ол үшін ең дәмді тағамдар пісіруін де айтады. Қуана-қуана үйіне келген келін айтылғандарды бұлжытпай орындайды. Әр күн енесіне ең дәмді тағамдар дайындап беріп отырады. Онымен жақсы мәміледе болып, тамағына да аз-аздан уды тамызып отырады. Біраз күннен кейін енесі де қатты өзгеріп, келініне өз қызы сияқты қарай бастайды. Бұдан былай үйде сыйластық лебі есе бастайды. Бұл арада енесін өз анасындай жақсы көріп қалған келін істегендеріне қатты өкінеді. Кешірілмес қатеге жол бергенін түсініп, баяғы емшіге қайта барады. Әлгі кәрі адамға барып, енесіне берген уларды тазалайтын бір дәрі табуын сұрап жалынады. Көзіне жас толған қария оған былай дейді: «Қымбатты жас келін, саған бергендерім тек витамин ғана еді. Нағыз у ол сенің басыңда еді. Сен оған жақсы мәміледе болған сайын, оның да саған деген ызасы құрметке айналады. Осылайша сендер нағыз анасы мен қыздай болдыңдар. Гүл берген қолда гүлдің иісі қалады» деген сөз осы болса керек.